символ итератор деген тақырыпты өтейік. Негізі for of деген өте қарапайым нәрсе. Оны бірден практикада түсіндірсек болады. Так, бір не құрайық, array құрайық. Array құрдым. Енді соның әрбір элементіне тоқтап өтейін. Ол үшін for дейм, және бір айнымалы беремін, және of деймді arrayді көрсетем. Қай массивтің бойымен жүгіргім келеді, соны көрсетем. Деп console log x дей салам. Әрбір элементті біртіндеп алады, біртіндеп алып x деген айнымалыға бекітеді, және сол айнымалымен жұмыс жасайды. Так, барлығын консольға шығарды. Так, енді осы жерде түсінікті ғой да, const x arrayға қалай бекітіліп жатқаны. Ол как будто былай сияқты да. For OT 0 и кіші array length и плюс const x тең array и деп әрі қарай жұмыс жасап жатқан сияқты да. Ой. Аха. Мына жазылғанмен, мына жазылғанның нәтижесі бірдей. Так, енді әрі қарай кете берейік. For of ол тек қана массивпен жұмыс жасамайды, сонымен қатар stringпен де жұмыс жасайды. Мысалға, мына жерге не істейміз? Hello world деп жаза салайық. Hello world деп жазсам, for of арқылы әрбір чарды теріп өтуге болады. Өйткені string деген негізі чарлардың массиві. Сол үшін оны массив деп қарастырады, және оны осылай for of арқылы теріп өтуге болады. Жақсы. Енді тағда нені теріп өтуге болады. Негізінде JavaScript ол динамично типизированный, слабо типизированный деп айтады. Сондай бағдарламалау тілі, онда қатып қалған ештеңе жоқ. Мысалға C# болсақ, C# код жазған болсақ, IEnumerable деген интерфейс бар. Осылай итератор қылып қолдану үшін міндетті түрде сол интерфейсті реализовать ету керек та, класс. То есть C# бірден белгілі не ол класстың объектілері for of арқылы теруге болады, итератор қолданып, немесе болмайды, бітті. Ал JavaScript олай емес. Бір объектті перебирать етуге болмайтын болып тұрса, for of қандай функцияларды іздейді, соларды қосып жіберіп перебирать етуге болатын қылып қоямыз да. Мысалға, тура сайттың өзіндегі кодты сала салайын. Так, мына жерде не істеді? Range деген объект құрды, оның ішінде екі свойства бар, from бар және to бар. Мынау шарт емес, Бұл жай ғана, мысал үшін ғана берілген свойствалар. Бұларды қоймай қойса да болады. Тек ары қарай кеттік. Дәл осы қазір, мысалға, мына жерге range-ді берсем, қатеді. Неге? Өйткені range is not iterable. Бұны итератор жоқ. Бұны бұлай for of арқылы жүгіртіп өте алмаймын дейді. Неге? Өйткені мынаны іздеп тұр. Осы объектінің бойынан symbol итератор деген свойство бар ма, жоқ па, соны іздеп тұр. Так, жақсы. Егер соны бұлай бере қойсақ, енді қайтадан for of-қа салсақ, ол кезде істеп тұр. То есть кез келген объектіні тағы да құрасақ, const object тебе, және сол объекттің бойына бір нені құрайық, symbol итераторды берейік, функция құрайық оған. Так, және ол return деп объект қайтару керек. Осы объектінің бойында міндетті түрде next деген функция бар болу керек. Так, next ол міндетті түрде не қайтару керек? Done және value деген екі свойствосы бар объект қайтару керек. Так. Done.
true. Так, данды false қыла салайық. False. Value. Так, value не болсын? Match random болсын. Так, осылай бере салайық. Тағы да қарап өтейік. Не жаздым? Бір объектті құрдым, бос объект. Және оның бойында symbol итератор деген функция құрдым. Функция объект қайтарады. Ол объектінің бойында next деген функция бар. Next деген функция шақырған кезде done және value деген свойствосы бар объект қайтарады. Done әрдайым false болып тұр менде. Value рандомный бір сан, 0 мен 1-дің арасындағы. Так, енді осыны for of арқылы шақырайық. Так, бағана көрдім ғой дегетті. Аха, осыны алайық та объектті бере салайық. Не болады екен? Так, рандомный сандар шексіз орындалып жатыр. Неге? Өйткені менде дан ешқашан true болып қайтпайды. Тек қана false қайтара береді. Так, жақсы. Енді оны үзе салайын мен. Оны түбін жете алмаймыз да. Эксперимент осымен бітті. Ары қарай өздеріңіз оқи берсеңіздер болады. For of жайлы айтып болдым. Негізде практикада былай қолдан андай итератор құрып, ешқашан қажет болмайды, ешқашан қолданбаймыз. Тек қана JavaScript-тің табиғатымен танысу үшін ғана мысал көрсетіп жатырмын. Тек қана үйрену мақсатында. Не повторяйте дома деген сияқты, в общем.